Құрметті астаналықтар, Астанада жаңа район, яғни Нұра ауданы пайда болды. Яғни бұрынғы Есіл ауданы қазір Нұра және Есіл болып екіге бөлініп кетті. Нұра ауданы бізде 5-ші аудан болып есептелінеді. Енді сіз штраф, налог, госпошлина немесе прописка ауыстыратын болсаңыз, өзіңіздің районыңыздың кодын шатастырып алмаңыз. Жаңа Нұра ауданының коды 6208. Мынау жаңадан Нұра ауданында тіркелген епылар жақында декларацияда сұрады. Соларға айтарым, өздеріңіздің кодтарыңызды шатастырып алмаңыздар. Қазір сіздерге Нұра мен Есіл ауданын қалай ажыратуға болатындығын көрсетемін. Есіл мен Нұра ауданын қалай ажыратамыз дегендерге жауап, міне Тугис приложениесіне кіресіз, поисктан район Нұра деп берсеңіздер, сіздерде осылай шығады жауабы. Енді міне Нұра ауданын қарасаңыздар, бұл жаңағы Қабанбай базардан, тура ортасына Қабанбай базардан Илинка жаққа қарай, Қараөткел жаққа қарай бізде Нұра ауданы. Мінекей. Ал Есіл ауданы, поисктан Есіл деп тересіздер. Міне Есіл район деп терсеңіздер, міне мына жерде Қабанбай батырдан Нұрлы жол жаққа қарай, бұл бізде Есіл ауданы болып есептелінеді.